Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін балабақшаға арналған жилетка шалбармен тігеміз. Бізге габардин матасы керек. Алдымен шалбарын пішіп алдым. 5-6 жасқа арналған шалбар. Размерлері Google'дан алсаңыздар болады. Төбе жағынан 5 сантиметр резинкаға қалдырдым, қайырып тігеміз. Міне жилеткасын пішіп алдым, алдыңғы және артқы бөлік және шалбар. Жилеткадан бастап тігем, екі иығын тігіп алдым. Аберлоктап үтіктеймін. Одан кейін осындай лентамен қолтығын тігетін болам, газойбейкамен. Осы газойбейканы алып, алдымен теріс жағынан тіксеңіздер, одан кейін оң жағынан тіксеңіздер, тігісі әдемі болып түсетін болады. Осылай тігіп шығам, міне теріс бетінен ашып тігесіздер. Өзі арнайы полоскасы бар. Міне осылай тігіп шықтым. Енді оң қаратып, оң бетінен 0,1 строчка жүргізесіздер. Өте асығыс тіктім барлығын. Видеоны үлгергенімше түсірдім. Егер түсініксіз болып жатса, кешірім сұраймын, қыздар, ханымдар. Осылай екі жағын тігіп болғаннан кейін енді шалбарға көштім. Шалбардың бірінші осы алдыңғы және артқы бөлігін тігіп аберлоктаймын. Одан кейін ауын қосып тігетін болам. Міне осылай екі бөлек алдымен артын қостым. Аберлоктап одан кейін ауын тігетін боламыз. Оңай вариант, жанынан тігіс түспейтін болады. Міне осылай тіктім. Стрелка түсіріп, екіге бүктеп, үтіктеп стрелка түсіріп, 0,1 строчка жүргізсеңіздер болады. Сонда қыр шалбар сияқты болады. Астын аберлоктап үтіктейтін боламыз. Міне мынау қырынан 0,1 строчка жүргізіп шығамыз. Әдемі болып тұрады. Габардин матасы өте ыңғайлы, осындай садиктерге, утренниктерге габардин матасынан тіксеңіздер өте ыңғайлы және арзан вариант болып есептеледі. Ауын қосып тіктім, аберлоктадым. Жақсылап үтіктейміз. Әр тігісін жақсылап үтіктесеңіздер, киімдеріңіз өте аккуратный болып шығады. Енді жоғарғы жағында аберлоктап қайырып тіксеңіздер болады. Резинкасын немесе мынау балағын тігетін боламыз. Барлығын аберлоктап шықтым. Енді осыны қайырамын. 3 сантиметр. 2 сантиметрлік резинка алдым. Баланың белін өлшеп осылай тігеміз. 5 сантиметр кем болу керек резинкамыз. Әйтпесе кең болып кетеді. Міне осылай қайырып тігіп шығамыз, айналдыра. Міне осылай арасына қойып тігіп шықсаңыздар оңай болады. Одан кейін ортасынан тағы да шов тіксеңіздер, резинкаларыңыз жылжымайтын болады. Осымен біздің киіміміз дайын болды. Өте асығыс тіккендіктен көп видеолар түсіре алмадым, кешірім сұраймын.